шіркін ол санақтарыңға табиғатқа зиянын тигізеді. Саябақта қыдырып жүрген соқтықтарымыздан қоқыс түспеген, сол бізді суды ластайды. Табиғатты бүлдіріп жүрген өзіміз екенбіз. Менің ойымша, бұл жан жағына қоқыс жәшігін орнату керек. Тіпті орнатуға міндет. Экспоның маңайында 3 түрлі қоқыс жәшігі орналасқан. Олар қызғылт, сары, жасыл және көк. Жасыл қоқыс жәшігі пластикке арналған. Ал көк қоқыс жәшігі ол қағазға арналған. Қызғылт, сары қоқыс жәшігі ол аралас қоқысқа арналған. Біздің астанамызда осындай 3 түрлі қоқыс жәшігі сирек кездеседі. Егер біздің мемлекетімізде барлық Астанада ғана емес, барлық қалаларда осындай 3 түрлі қоқыс жәшігі болатын болса, онда біздің экологияға жақсы септігін тигізер еді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, тіпті біздің мектепте әр қабатта, дәліздерде, сынып бөлмелерінде осындай қоқыс жәшіктері орналасқан. Яғни бұл тазалықтың белгісі. Шапағат нұрын қиған таңғы арай, әсем көрік сәуле шашқан жазғы